Ассалаумағалейкум. Бұл видеода мен Cloud AI платформасына толық обзор жасайтын боламын. Көптеген адамдар искусственный интеллект саласына келген кезде ChatGPT мен жұмыс жасап бастайды. Бірақ қазіргі кезде искусственный интеллект саласы дамып, өсіп жатырғанына байланысты әртүрлі компаниялар әртүрлі продукттар жасап шығарған болатын. Соның бірі ChatGPT-дан мықты Cloud.ai. Осы Cloud AI-ға сіздерге бүгін толыққанды обзор жасайтын боламын. Ол платформа қай жағынан мықты, не нәрсені жақсырақ жасайды, қандай нәтиже беретінін толыққанды осы видеода түсіндіретін боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыз. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші біз Google-ға кіріп Cloud AI деп жазамыз. Одан кейін ең бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Осы сайтқа кірсек болады. Одан кейін бізден регистрация талап етеді. Регистрациядан өту үшін қарапайым өзіміздің Gmail почтамызды жазсақ болады. Мен мына жерге кез келген бір почтаны жаза салам. Continue with email дегенді бассақ, біздің почтамызға код баратын болады. Сол кодты осы жерге жазатын болсақ, ары қарай уже бізде автоматически тіркелген болып саналамыз. Кодты жазып болғаннан кейін дәл осындай бізде терезе ашылады. Бұл жерде бізге осы антропиктің политикасына келсесіз бе деген батырма тұр, келсемін. Одан кейін екіншісіне птичка қоймасаңыздар болады. Бұл жаңағыдай сіздің почтаңызға реклама және де әртүрлі хабарларды жіберуге бола ма деген секілді птичка сұрап тұр сізден рұқсат. Оған қоймасаңыздар болады. Одан кейін create аккаунтты басасыз. Одан кейін сразу сізге осы антропик компаниясы, яғни Cloud-тың тарифтерін шығарып беріп тұр. Қандай тарифтер бар, пакеттер бар екен. Жалпы негізі Cloud-та 3 тариф бар. Біріншісі ол free, одан кейін Pro және де Max. Бұл жерде әртүрлі 0, 17 доллар, одан кейін 100 долларлық бар. Пока что біз free, яғни бесплатный версиясын қолданайық. Бұл жерде бізге приложениені скачать етіңіз деген секілді сұрап тұр. Skip, яғни өткізіп жіберейік. Бұл жерде де жалғастыру, яғни continue'ді бассақ болады. Осы жерге өзіміздің атымыз жазамыз. Мысалы, менің есімім Айдар деп жазсақ болады. Бұл жерде енді өзіңіздің қазіргі кездегі роліңіз қандай соны сұрап тұр. Мен давайте маркетинг дей салайын, бірақ негізі дұрыстап жауап берсеңіздер, сіздің жалпы запросыңызға қарай, сіз кімсіз, соған қарай сізге жақсырақ және де нақтырақ жауап беретін болады. Сондықтан да бұл нәрселерді жақсырақ толтырғандарыңыз дұрыс болады. Барлығын толтырып болғаннан кейін бізде дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде искусственный интеллектпен сөйлесетін чат, одан кейін сол жақта меню қарастырылған. Бұл жерде менюда әртүрлі Cloud-тың функциялары тұр. Ең бірінші қараңыздар, ең бірінші тоқтала кететін нәрсе бұл Cloud-тың модельдері қандай. Яғни кез келген искусственный интеллект нейросеттің, ол ChatGPT болсын, Cloud болсын, өздерінің модельдері бар. Яғни сол модельдер арқылы Cloud болсын, ChatGPT болсын ойланады. Яғни модель дегеніміз ол ми. Енді қараңыз, Cloud-та қанша модель бар? Қазіргі кезде жұмыс жасайтын 4 модель бар. Бұл Fable, Opus, Sonnet, HiQ деп аталады. Енді бұл модельдерді өздеріңіздің жұмыстарыңызға қарай таңдап, былайша айтқанда жұмыс жасайсыздар. Мысалы, Fable деген ол ең ақылды моделі Cloud-тың қазіргі кезде, соңғы осы бір айдың көлемінде шықты. Бірақ Fable-ды барлық задачаларға қолдана беруге болмайды, ол ақылды екен деп. Өйткені Fable-ды қолданып жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздердің токендеріңіз, яғни кредит деген нәрсе бар ғой нейросетте, сол тезірек жұмсалады. Өте қымбат модель, бірақ қай кезде қолданса болады? Бір сайт жасаған кезде, немесе приложение, бір архитектура сызатын кезде, үлкен бір күрделі бір жұмыстардың планын сызатын кезде, планын жазатын кезде, жоспарын жазатын кезде қолдансаңыздар болады. Opus-та тоже өте ақылды, бірақ Fable-дан сәл төмендеу, дәл сол сияқты жаңағыдай архитектура, бір нәрсе, бір код жазған кезде, сондай кезде қолданса болады Opus-та. Енді қараңыз, Sonnet деген модель бар, ол өте былайша айтқанда көп қолданылатын модель. Күнделікті сіздің жұмыстарыңызға келе беретін модель, сондықтан да Sonnet-ті күнделікті жұмысқа қолдана беріңіздер. Ал егер де жаңағыдай бір нәрсенің планын сызу керек болатын болса, күрделі жұмыс болатын болса, Opus пен Fable-ды қолдансаңыздар болады. HiQ дегеніміз ол бытовой, яғни күнделікті тұрмыста қолданатын сұрақтарыңыз болатын болса, шайды қалай қайнату керек, неше минут қайнату керек деген секілді, HiQ-ды қолдансаңыздар болады. Енді мына жерде астында effort деген нәрсе бар. Бұл жерде жалпы осы модельді таңдағаннан кейін effort-тан сіз low, medium, high, extra, max деген секілді таңдансаңыздар болады. Max деген таңдайтын болсаңыздар, осы модель арқылы, Sonnet модель арқылы, былайша айтқанда искусственный интеллект өте сіздің сұрағыңызға ұзақ ойланып жауап беретін болады. Ал low-ды қолданатын болсаңыз, тезірек сізге сұрақ қойдыңыз, моментально жауабы келеді. Бірақ жауабыңыз Max-ке қарағанда
сәл сапасыздау болуы мүмкін. Максты пайдаланып сұрақ қоятын болсаңыз, ұзағырақ ойланады и, соответственно, сізге былайша айтқанда сапалырақ жауап беретін болады. Жалпы модельдерді түсіндік деген ойдамын. Ең бірінші мына жақта уже сол жақтағы менюға тоқталайық. Бізде не нәрселер бар? Чатсқа кіретін болсаңыз, бұл жерде осыған дейінгі сөйлескен чаттарыңыз сақталады. Одан кейін Projects дегенге басатын болсаңыз, бұл өте, былайша айтқанда, клаудтың ең бір құнды функцияларының бірі. Не үшін? Қараңыздар. Мына жерде оң жақ жоғарысында New Project деген нәрсе бар. Осыған бассаңыздар, өзіңіздің мысалы қараңыз. Сіз мысал ретінде қарастырайық, сіз кәсіпкерсіз и сіздің компанияңыз бар, бір нәрсе сатасыздар, мысалы алатын болсақ, осындай бір телефон сатасыздар. Сіздерде маркетинг бөлімі бар, сату бөлімі бар деген секілді. Мысалы маркетинг бөлімінде контент деген бір контент жасайтын маманды осы проектке былайша айтқанда енгізейік. Контент деп жаза салайық, бұл еш нәрсеге қатысы жоқ, өзіңіз үшін, сол үшін толтыра берсеңіздер болады, кез келген нәрсені жазып. Енді қараңыздар, мына жерде осындай бет ашылады. Projects-ті ашқаннан кейін. Оң жақта бізде instruction деген нәрсе бар. Бұл былайша айтқанда мастер промпт деп аталады. Бұл яғни осы проект сізге қалай жұмыс жасау керектігін осы instruction-да сіз түсіндіресіз, яғни инструкция бересіз. Яғни сіздің компанияңыз бар и контент жасау керек болатын болса, сіз осы жерге сіз жазасыз, мысалы, мына жерге жазасыз. Сен менің контент бойынша ассистентімсің. Деген секілді, бұл жерден тек қана бір 5-6 сөзбен емес, кәдімгідей жазу керек. Мен сізге қазір кейінірек қалай толтыру керектігін түсіндірем. Одан кейін бізде files деген батырма бар. Бұл жерге сіз өзіңіздің компанияңыз туралы ақпаратты салсаңыз болады, өзіңіз туралы ақпарат, жалпы маркетинг бөліміндегі қандай контенттер жасайсыздар, сіздердің компанияларыңыздың позиционированиясы қандай, миссиясы қандай, бүкіл сол жазылған документтердің барлығын сізде бар болатын болса, осыған дейінгі жасаған контенттеріңіз қандай ссылкалары болатын болса, сон барлығын осы жерге upload from device деген батырма арқылы осы жерге жүктеу керек барлығын. Бұл не үшін керек? Қараңыздар. Сіз одан кейін мына instruction-ды толтырғаннан кейін өте көп жаңағыдай өзіңіздің компанияңыз туралы ақпаратты осы файлсқа жүктегеннен кейін сіз осы жерге кез келген сұрақты қоятын болсаңыз, бұл проекттегі ассистентіңіз жаңағы осы сіздің файлыңыздың барлығын анализировать етіп, сіз қандай промпт бердіңіз, сіз қандай тапсырма бердіңіз, сол бойынша сізге нақты жауапты береді. Уже обычный қарапайым чаттағыдай жауапты бермейді, осы сіздің берген ақпараттарыңыздың төңірегінде жауап береді. Ол интернеттен жаңағыдай әртүрлі информациялар іздемейді уже. Сол үшін бұл нәрсе уже сізге толыққанды өзіңіздің жеке сұрағыңызға былайша айтқанда индивидуально жауапты беретін болады. Келесі біздегі менюдағы батырма бұл Artifacts деп аталады. Жалпы Artifacts дегеніміз не екенін қазір сіздерге практика жүзінде түсіндіретін боламын. Мысалы, оң жақ жоғарысында New Artifacts таңдаймын. Жалпы Artifact арқылы әртүрлі клауд арқылы документтер, презентациялар, сайттар, приложениялар, мына жерде Games дейді, Productivity Tools дейді, Creative Projects деген секілді әртүрлі, былайша айтқанда, цифровой дүниелер шығаруға болады. Мысалы, қазір біз бір нәрсе жасап көрейік. Так, бізге наушникті дайындап берді, қарайық. HTML форматында бізге осындай әдемі бір ғана промптпен, 5-6 сөзден тұратын промптпен, дәл осындай әдемі былайша айтқанда сайт дайындап берді. Бағасы жазылған мына жерде. Сандар өзі сөзін айтады, мынандай анимациямен. Бірінші промптқа өте әдемі. Сіз бұнымен кәдімгідей 1 сағат, 2 сағат отыратын болсаңыз, өзіңіздің кәсібіңізге немесе проектіңізге керекті сайтты жасап алсаңыз болады. Так, келесі біздегі менюдағы батырма бұл Customize деп аталады. Customize дегеніміз бұл клаудты өзіңіздің проектіңізге немесе жұмысыңызға қарай индивидуально жасап алу дегенді білдіреді. Енді қараңыз, Customize-да бізде 3 батырма бар. Бұл бізде Skills, Connectors және де Plugins деп аталады. Қараңыз, Skills дегенімізді бірінші түсініп алайық. Skills дегеніміз қазақша қабілет. Яғни, сіз клаудқа әртүрлі қабілеттерді беріп, дайын қабілеттерді беріп, өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдете аласыз. Мысалы, қарайтын болсақ, сіз контент жүргізесіз деген бір мысалды келтірейік. Instagram'да контент жүргізесіз и сізге Reels-тің сценарийін жазу керек. Сіз каждый раз мысалы Reels-тің сценарийін жазу керек болатын болса, сіз каждый раз қолмен жасайтын болсаңыз, сізге ол былайша айтқанда ұзақ және де былайша айтқанда қиын.
Ал осы skills арқылы сіз сол бір кнопканы басу арқылы керек тақырыпты жазасыз, қандай reels түсіретініңізді. Сол skills арқылы, сол қабілет арқылы Cloud сізге сценарий жазып береді сол тақырыпта. Түсіндіңіз ғой, яғни skills дегеніміз бұл күнделікті қайталанатын жұмыстарды қабілетке айналдырып, сол қабілет арқылы, былайша айтқанда, сіздің жұмысыңызды жеңілдету. Енді қараңыз, қандай жалпы қабілеттер бар? Өте нарықта көп қабілеттер бар. Қазір мен сізге Skill.sh деген сайт бар. Бұл жерде бізде қанша мыңдаған, мына жерде жазып тұр, 926 мың skills қазіргі кезде бар екен. Ең былайша айтқанда көп жүктелген, installs деген, жүктелген деген сөз, 2,4 миллион адам жүктеп алған, ол find skills деген skill, яғни скиллдарды былайша айтқанда табуға көмектесетін skill. Келесі бізде фронтенд дизайн деген skill, яғни осы фронтенд дизайн скиллін өзіңіздің клаудыңызға беретін болсаңыз, сіздің сайтыңыздың дизайнын өте әдемі жасап береді. Мысалы, жаңа наушниктің сайтын дизайн көрдіңіздер, бұлай қарасаңыз, ишне, искусственный интеллект жасалған көрініп тұр. Ал егер де осы фронтенд дизайн деген скиллді қолданатын болсаңыздар, сіздің сайтыңыздың дизайны былайша айтқанда өте әдемі, және де андай бір емес, кәдімгі адам жасаған сияқты болып көрініп тұрады. Одан кейін өте көп мына жақта скиллстар бар. Өзіңізге керекті қабілеттерді осы жерден жүктеп, өзіңіздің клаудыңызға беретін болсаңыз, былайша айтқанда клаудыңыздың жұмысы тез болады, және де сізге нәтиже беру ықтималдылығы көбірек болады осы қабілеттер арқылы. Келесі бізде connectors, тоже өте маңызды нәрсе. Connectorsке басатын болсаңыздар, клаудты сіз басқа әртүрлі приложениялармен қоса аласыз. Өте көп приложениялар бар, мысалы көрейік. Мына жерде Browse Connectors деген басатын болсаңыздар, add дегенді басқаннан кейін. Мына жерде қараңыздар, қаншама коннекторлар бар. Қазір мына жерде загрузка жүрмей жатыр. Мынаның барлығы коннекторлар, яғни әртүрлі клаудтың қазіргі кезде партнерлары. Мысалы қараңыз, сіз клаудқа Gmail-ды қоссаңыз болады. Яғни сіздің өзіңіздің почтаңызды клаудыңызға қосасыз да, клаудқа айтасыз, менің почтамды ретке келтір. Осындай сообщенияларды маған шығарып бер. Осындай компаниялардан келген маған сообщенияларды шығарып бер. Или сіз нейросеттарға ақша төлейтін болсаңыз, подписка, осыған дейін осы бір айда мен нейросеттарға қанша теңге ақша жұмсадым, соны маған почтадан алып санап бер дейтін болсаңыз, сізге кәдімгі дайын таблица жасап береді. Сіз там клаудқа осыншама төледіңіз, ChatGPT-ге осыншама төледіңіз деген секілді дайын уже отчет шығарып береді сізге. Ең мен көп қолданатын приложениялардың бірі ол Notion. Notion'ды тоже клаудқа коннектор, яғни байланыстырып, сіз Notion'ыңызды клаудпен былайша айтқанда басқарсаңыз болады. Яғни клаудқа айтасыз, Notion'да маған осындай файл создау етеді, ішінде осындай ақпараттар болсын деп клаудқа жазатын болсаңыз, автоматом клауд Notion'ға барып, осы коннектор арқылы Notion'да әдемі сізге файлды дайындап, өзі жұмыс жасайтын болады. Келесі нәрсе бізде плагинс деп аталады. Плагинс дегеніміз не нәрсе? Плагинс дегеніміз бұл уже дайын өнім, былайша айтқанда. Көптеген скиллстардан және де коннекторлардан құралған дайын приложение деп айтсақ болады. Мысалы қараңыздар, Anthropic'тің, яғни клаудты шығарған компанияның өзінің официальный плагины бар, Productivity деген, мысалы, яғни күнделікті эффективності арттыратын плагин. Мысалы, сіз оны жүктеп, ішіне кіретін болса, қараңыздар, қаншама мына жерде скиллстар бар. Біріншіден 4 skills бар екен уже, яғни коннекторлар бар екен. Slack, Notion'ға тіркелген уже коннекторлар бар. Яғни жаңағыдай айтқандағыдай плагин дегеніміз бұл әртүрлі скиллстардан және де коннекторлардан құралған дайын, былайша айтқанда өнім. Сіз өзіңізге керекті плагинді осы жерден жүктеп, клаудыңызға беретін болсаңыз, тоже былайша айтқанда сіздің жұмысыңыз жеңілденеді және де эффективності артады. Келесі біздегі менюдағы батырма бұл дизайн деп аталады. Енді дизайнға қазіргі кезде тоқталмай қойсақ болады, өйткені біріншіден бұл тек қана платный версияға арналған, яғни бесплатный, яғни тегін бұл қарастырылмайды. Сондықтан да минимум бұл жерде сіз про тарифін алуыңыз керек, чтобы клауд дизайнға доступ алу үшін. Клауд дизайн жалпы негізі клаудтың жаңа бір өнімі. Сол клауд дизайн арқылы сіз өзіңізге сайттың дизайн жасасаңыз болады, приложениенің дизайн жасасаңыз болады, презентацияның дизайн жасасаңыз болады. Әртүрлі дизайнға арналған, былайша айтқанда, клаудтың жаңа бір өнімі. Соңғы бір 2 айдың көлемінде шықты бұл өнім. Өзім негізі барлық презентациялардың және де сайттардың дизайндарын осы клауд дизайн арқылы жасаймын.
Енді мен әрі қарай сіздерге Cloud'тың өзінің жеке қосымшасы бар, сол арқылы жұмыс жасауды көрсеткім келіп тұр. Жалпы App Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп алсаңыздар болады, Cloud деп жазсаңыз шығады. Қараңыздар, дәл осындай бет ашылады, жаңағы веб версиясына ұқсас, ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ бір-екі айырмашылық бар. Қараңыздар, менде жалпы өзімде негізі Max тарифі қосылған, данный момент айына $100 төлеймін Cloud'ты қолдану үшін. Қараңыздар, негізгі екі бөлімше бар. Қараңыздар, екі бөлім бар. Бірінші бұл Home, екінші Cloud Code деген Cloud'тың өзінің код жазуға арналған, vibe кодингпен айналысуға арналған өзінің жеке продукциясы. Бұл туралы мен бөлек видео түсіретін боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта шығатын болады. Келесі Home'ның ішінде екі жұмыс жасаудың форматы бар. Біріншісі бұл қарапайым, мына жерде жазылғандай чат. Бұл жерге сіз жазасыз, кез келген бытовой сұрақтарыңызды қоя берсеңіз болады, тұрмыстық жағдайда қолданатын. Келесі бізде ол Cowork деп аталады. Cowork дегеніміз бұл тоже сіздің компьютеріңіздегі жеке ИИ ассистентіңіз. Бұнымен жұмыс жасаудың өзінің бір белгілі бір структурасы бар. Осы Cowork туралы мен бұйырса алдағы уақытта тоже видео түсіретін боламын. Осы YouTube каналыма жүктейтін боламын, сондықтан да YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Қараңыздар, қандай айырмашылық бар? Ешқандай жалпы айырмашылық жоқ, бірақ егер сіз осы платный версиясына өтетін болсаңыз, яғни $20 айына немесе $100 төлейтін болсаңыз, сізге Cowork ашылатын болады, және де Cloud Code өнімі сізге былайша айтқанда ашық болады. Қараңыздар, мен жаңағы projects'ті практика жүзінде сізге көрсеткім келіп тұр. Менде UMA деген жалпы өзімде проект бар, жұмыс жасап жүрген кәсібім бар. UMA проектісін жалпы мен осы projects'ке тіркеп қойған болатынмын. Кез келген мен осы проектке қатысты жұмыс жасайтын болсам, осы проектке кіремде кез келген сұрағымды қойып, өзіме жауабымды аламын. Не үшін? Өйткені менде қазіргі кезде инструкция жазылған. Қараңыздар, қандай инструкция? Бұл жерде жазылған «Ты агент-маркетолог компания UMA Tender Academy». Қандай жұмыстарды атқару керек, қандай задачаларды мен беремін, ол қалай маған жауап беру керек, барлығы осы жерде былайша айтқанда бір промптпен жазылған, яғни инструкция берілген. Мен кез келген бұл жерге сұрақ қоятын болсам, мысалы, сен кімсің деп жауап берейік, кімсің деп жауап жазайық. Сен кімсің? Ол маған жазады, қазір мен UMA Tender Академиясының агентімін, жалпы осы маркетинг, контент бойынша сұрақтарына жауап берем деген секілді. Өйткені инструкцияда дәл солай жазылған. Мысалы, мына жерде қараңыз, контекст деп жазып тұр, projects UMA Воронка деп тұр. Қазір күтейік, не деп жауап береді. Міне, Cloud жауап берді. Бұл жерде мен Cloudпын, Anthropic жасаған AI көмекшімін. Менде қазіргі кезде екі проект бар. Сол екі проектіні көрсетіп тұр. Біріншісі AI Start деп аталады. Қазақстанда кәсіпкерлерге арналған практикалық AI мектебі. Келесі проектім менің UMA жаңағы айтылған Tender Academy. Соның мен агентімін дейді, талдау, конкурент анализ, офферлер жазам, контент жоспарлар жазам деген секілді. Мына жерде мен қай проектін таңдайсыз деген сұрақ қойды, мен UMA деп жазған болатынмын. Мына жерде ары қарай менде қандай задача бар, қандай жұмыстар бар, соны уже сұрап жатыр. Дәл осылай проект жалпы бөлімі жұмыс жасайды. Мен Artifacts бөлімін жаңа айттым. Енді қараңыз, сіз егер толыққанды ақылы тарифті алатын болсаңыз, Cloud'та мынандай сізде екі функция ашылады. Біріншісі бұл Schedule деп аталады, яғни сіз өзіңіздің Cloud'ыңызға күнтізбе, яғни расписание бере аласыз. Яғни, мысалы қараңыздар, мен бір расписание қойған болатынмын, осыны мен басам. Мына жерде инструкция жазылған. Ты контент-ассистент проекта AI Start. Осы сайт арқылы дейді, маған күнделікті 5-7 самых значимых новостей про AI шығарып беріп отырасың дейді, последние 24 сағатта. Мысалы, менің жағдайымда күнделікті жалпы AI бойынша, яғни искусственный интеллект саласы бойынша жаңалықтарды күнделікті маған таңертең сағат 8-де дәл осылай жазып дайындап беретін болады. Сіз Cloud'қа кіріп, одан сұрап жүрмейсіз, сразу осы функция арқылы кез келген жұмысты автоматты түрде жүргізіп қоюға болады. И сіз қай уақытты бересіз, күнде ма, или аптасына бір рет па, айына бір рет па, сол нәрсені таңдап настройкасын баптауын жасап қоясыз. Одан кейін сізге уже Cloud сол уақытта сіздің сұрағыңыз бойынша жауапты сол уақытта беріп отыратын болады. Сондай бір функция. Дәл осы жерде ең маңызды нәрсені айтқым келіп тұр, бұл токен, яғни осы жасанды интеллект саласындағы негізгі валюта. Сіздің кез келген запросыңыз, мысалы привет деп жазсаңыз, сәлем деп жазатын болсаңыз Cloud'қа,
сол сәлем деген сұраққа жауап беру үшін бір определенный токен құртылады. Дәл сол токен қалай құртылады, қанша уақытта құртылады, сол туралы айтатын боламын. Ол үшін астындағы мына аккаунтты басасыз, settings деген бар, соны басасыз. Осы жерде usage деген бар. Осыны басатын болсаңыз, осы жерде қараңыздар. Менде қазір max деген $100 тариф тұр. Жалпы негізі Cloud сізге жұмыс жасау үшін 5 сағат уақыт береді. 5 сағаттың ішінде осы 0% бен мына жерде 100%-ға дейін, көк 100%-ға дейін толатын болса, сіз болды Cloud-пен пайдалана алмайсыз. Өйткені 5 сағаттық оны сессия деп айтады. 5 сағаттық сессия бітсе, 100%-ға толатын болса, одан кейін токен бітеді. Қайтадан обновляция ету үшін белгілі бір уақыт керек. Мысалы, қазіргі кезде менде 5 сағаттық сессияның 10% толған. Менде resets деген обновление, яғни қайтадан 0-ге бару үшін менде 3 сағат уақыт бар. Мен қазір мысалы жұмыс жасап, бір нәрселер жасап, сайттар жасап, приложениялар істеп, мынаны жарты сағаттың ішінде 100%-ға толтырып тастау мүмкін. Одан кейін Cloud маған уже жауап бермей қалады. Айтады, күте тұр деген секілді. Мен 3 сағат күтуім керек, чтобы қайтадан 0-ге келу үшін. 3 сағаттан кейін 0-ге келеді, мен қайтадан сайттарым жасай берем. Қайтадан мен мысалы ең мықты моделі Fable-ды қолданып сайттар жасай беретін болсам, жарты сағатта қайтадан токен бітеді. Одан кейін қайтадан мен оны күтуім керек болады. Дәл осы жерде Антропик қызық жасаған, өйткені $100 үстіне, яғни max дегеннің үстіне тағы 20x, яғни 20 есе көп токен беретін $200 пакетін шығарған болатын. Оны сатып алатын болсаңыз, сізде 5 сағаттық токен көбірек болады. Сіз мысалы Fable мен Opus пен кез келген сайт приложенияны уже былайша айтқанда ешқандай тоқтаусыз жасай бере аласыз. Қазір мен сіздерге Cloud-тың қандай тарифтері бар екенін туралы айтатын боламын. Ол үшін астындағы аккаунтқа кіресіз, upgrade план дегенді басасыз. Дәл осы жерде негізі бастапқыда сізге Cloud 3 түрлі пакетті сізге ұсынады. Ең бірінші ол free. Free пакеті арқылы сіз тек қана чатпен қолдана аласыз, болды. Басқа функцияларын қолдана алмайсыз. Егер де сізге уже өзіңіз осознанно Cloud маған керек, менің жұмыстарыма өзінің бір септігін тигізеді, мен сол арқылы эффективно боламын деген секілді бір шешімге келетін болсаңыз, онда алғашқыда Pro пакетін алсаңыз болады. Pro пакеті ол сізге көмектеседі, егер сіз Cloud Cowork деген бағдарламамен жұмыс жасайтын болсаңыз. Cloud Cowork-пен жұмыс жасап, өзіңізге компьютеріңіздегі жеке ассистентіңізді құрып, сонымен бір өзіңіздің проектіңіз туралы жұмыс жасайтын болсаңыз, $20 пакет сізге вполне былайша айтқанда жетеді. Толыққанды сізге жетеді $20. Ал егер де мен өзіме сайт жасағым келеді, мен өзіме приложение жасағым келеді, платформа, дэшбордтар жасағым келеді, код жазуым керек деген секілді, вайп-кодингпен айналсам деген секілді ой болатын болса, онда сізге $20 пакет жетпейді. Өйткені токендер ол жерде тез бітеді, сіз жұмыс жасай алмайсыз ол жерде. Ол үшін сізге Max деген 3-ші пакет жеткілікті болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде monthly деген бар, яғни айлық өлшем-бірлікпен есептейтін болсақ, Pro бізде $20 тұрады, ай сайын төлеп отыратын болсаңыз. Ал Max бізде $100 тұрады. Яғни $100 төлейсіз, өзіңізге керекті сайттар болсын, вайп-кодингпен айналыса бересіз, ешқандай қиындықсыз. Яғни, қорытындылайтын болсақ, егер де тек қана чатпен сөйлесем, күнделікті бытовой жаңағыдай тұрмыстық сұрақтарымды қоям дейтін болсаңыз, фриді таңдасаңыз болады, ешқандай төлемесеңіз болады. Егер де уже жоқ, мен проектім бар, мен өзіме Cloud-ты қолдануым керек деген секілді жаңағыдай коннектор, skills, тағы да басқа нәрселерді қолдануым керек дейтін болсаңыз, онда $20 тарифті қолданасыз. Ал егер де жоқ, мен вайп-кодингпен айналсам, мен сайт құрам, тағы да басқа нәрселер жасаймын дейтін болсаңыз, онда Max-ты қолдануыңыз керек. Келесі диспатч деп аталады, бета версиясында, яғни былайша айтқанда тест версиясында жұмыс жасап жатыр. Бұл қысқаша айтқан кезде сізде егер бір шұғыл бір жұмыс болатын болса, Cloud-та жасау керек. Бірақ қазіргі кезде мысалы далада жүрсіз, қолыңызда тек телефон, ноутбук жоқ. Телефонды аласыз да, Cloud-тың қосымшасын жүктеп аласыз да, осы диспатч арқылы компьютеріңіздегі Cloud-ты басқара аласыз. Cloud-тағы чаттарды басқара аласыз деген секілді. Бірақ бір условие компьютер қосулы түрде болу керек, интернетке кіріліп тұру керек. Cloud-тың ең басты проблемасы дәл осы жерде. Яғни сіз Cloud-ты толыққанды пайдаланып, яғни оның барлық функцияларын пайдалану үшін сізге ноутбук керек, ноутбук қосулы түрде тұру керек, және де интернет керек. Сіз мысалы далада жүрсіз, сізге Cloud-пен бір нәрсе жасау керек. Сіз мысалы қолыңызда ноутбук жоқ, сіз телефонмен жасай алмайсыз оны. Яғни телефон арқылы тек қана Cloud-тың чатымен пайдалана аласыз. Ал мына Cloud Code, Cloud Cowork-пен сіз
мына телефонмен пайдалана алмайсыз. Осы проблеманың мен соңғы жарты жылда шешімін таптым өзіме. Ол қандай шешім? Қазіргі кезде мендегі искусственный интеллект агенттері, яғни дәл осы Cloud Cowork, Cloud'тағы Projects, барлығын мен сайт болсын, приложение болсын, барлық нәрсені мен өзімнің Телеграмдағы искусственный интеллект агенттерімен, мына 4 агентпен басқарам. Так, менде қазіргі кезде 4 агент Телеграмда жұмыс жасап жатыр, яғни 4 Cloud былайша айтқанда Телеграмда жұмыс жасап тұр. Ешқандай жаңағыдай ноутбук қосулы болу керек, немесе интернет керек деген нәрсе жоқ. Дәл осы агенттерім арқылы мен сайт жасаймын, барлық тапсырмаларды, задачаларды осы 4 агент арқылы жасайтын боламын. Қараңыздар, сіздерге таныстырып өтейін. Ең бірінші менде Homer деген агент. Homer деген агент менің программистім, яғни код жазады. Неше түрлі сайттар, дэшбордтар болсын, маған керекті приложениялар болсын, мен осы Homerге айтам, голосовой мен просто түсіндірем, жазам, барлығын орындап, маған тапсырмаларды орындап береді. Келесі AI Start көмекші дегеніміз, бұл агент мендегі агент продавец, яғни агент сатушы. Менің клиенттеріме маған заявка түсетін болса, менің клиенттеріме шығып, өзі былайша айтқанда менің өнімдерімді сатады. Келесі маркетолог деген, яғни өзі аты айтып тұр, менің проектім бойынша неше түрлі контенттер, сценарийлар, рилстар, ютубтар, барлығын, дизайн, барлығын осы агентім жасайды. Төртіншісі бұл Алма деген ассистент, маған күнделікті менің күнтізбем, расписанием, менде күнделікті қандай задачалар бар, пландар бар, соның барлығын айтып беріп отырады. Бесінші чатқа қарайтын болсаңыздар, команда деп тұр. Бұл жерде қараңыздар, мендегі командалар, менде живой адамдар бар ғой, менде жұмыс жасайтын тірі адамдар, олар жаңағыдай контент-мейкер болуы мүмкін, немесе мендегі дизайнерлер болуы мүмкін. Барлығы бір командада отырамыз, бір чатта, то есть. Осы чатта еще менің агенттерімде отыр. Мысалы қараңыз, привет, Homer, ты как деп жазам, и маған чатта, яғни группада маған Homer жазып тұр. Все хорошо, Айдар деген секілді. Дәл осылайда жұмыс жасаймыз былайша айтқанда. Мысалы Алма ассистент күнделікті қалай жұмыс жасайтынын мен сіздерге көрсетейін. Қараңыздар. Бұл жерде мысалы маған бүгін міне сегодня деп тұр жоғарыда. Сағат таңертең 8:00-де көрсеңіздер болады. План жазып жүрген маған. Не істеуім керек бүгін? 10-шы бүгін шілде осы видео түсіріліп отырған уақыт. Топ 3 на сегодня деп тұр. Яғни жасалу керек тапсырмалар. Еще список бойынша дәл осылар жасалу керек деп тұр маған. Мен, получается, таңертең осы задачаларды көрем, кешке дейін барлығын жасауға тырысам, істей алған жұмыстардың барлығын кешке қарай маған Алма жазады, не істедің деген секілді, бүгін не нәрселерді бітірдім деген секілді. Мен голосовоймен просто айтам, мен бүгін міне YouTube түсірдім, монтажерға бердім, или там Ума проект бойынша осы нәрселерді жасадым деген секілді. Ол маған бүкіл задачалардың барлығын обновлять етіп, Google календарға маған түсіріп отырады. Сен ертең осы нәрселерді жасауың керек деген секілді. Келесі нәрсе бұл новости, яғни күнделікті искусственный интеллект бойынша, жасанды интеллект бойынша маған жаңалықтар шығарып беріп отырады. Мысалы, OpenAI выпустил там GPT 5.6 деп тұр. Яғни қазіргі кезде 5.5 еді, GPT қазіргі кезде 5.6 шыққан болатын. Тағы да басқа дәл осындай тапсырмаларды орындап отырады күнделікті. Мысалы, маркетолог не істейді? Маркетолог жаңағы Алмадан жаңалықтарды алады да, сол жаңалықтар бойынша 5 сценариев рилсов из и новостей деп күнделікті маған жаңалықтардан рилс дайындап беріп отырады. Қараңыздар, мысалы жаңағы OpenAI выпустил GPT 5.6 hook, основа call to action. Көрдіңіз ба? Кәдімгідей блок-блокқа бөліп маған дайын сценарий жазып беріп отыр. Получается, бұл жердегі айтқым келген нәрсе, агенттер бір-бірімен тілдесе алады, агенттер бір-біріне задача бере алады. Мысалы, Алма деген ассистентім маркетологқа задача берді, новостиден рилс шығарып берді. Өйткені мен оны Алмадан сұраған болатын, маған рилс керек деп осы новосттерден. Маған автоматом уже маркетолог новостилардан, былайша айтқан жаңалықтардан маған рилстарды жіберіп отыр. Так, келесі бір мықты нәрсені көрсеткім келіп тұр. Мендегі маркетолог не нәрсені жасап берді, қараңыздар. Мен 7-ші шілде күні, мына жерде жоғарыда датасы көрініп тұр. Мен тапсырма берген болатын аудиода. 29 аккаунт бар, мен конкуренттерім 29 аккаунттың ссылкасын мен берген болатын агентке. Жаңағыдай қарап отырамын ғой, мысалы Instagram қарап отырамын, өзімше дамып жатырмын, өзімнің контентім үшін деген секілді. Негізі өтірік қой, ол жерде просто жалқау болып жату ғой. Бірақ сонда да жаңағыдай қарап отырамын да, кейбір өзімнің конкуренттерімді сохраненныйға басып қоямын да. И потом сол сохраненныйға кіріп, барлық конкуренттерім сілтемелерін жинаймын да, осы агентке берем. Аккаунттардың, Instagram аккаунттарын берем да, и айтам, топ 100 рилс за последний месяц по всем осы 29 аккаунттағы просмотр бойынша атқан
рилстарды маған шығарып бер деймін. Топ 100 соңғы бір айдағы деймін. И қараңыздар, ол маған қандай нәрсе жасап береді. Осы ссылканы басам, отчет дайындап береді маған. Топ 100 рилсов за месяц. Пул 29 деп тұр, яғни 29 аккаунттан алып 100 атқан рилсты шығарып беріп тұр маған, соңғы бір айда салынған. Коротко контекст беріп тұр маған, қандай нәрселер екен. И міне қараңыздар, топ 100 просмотрын шығарып берді маған. Автор кім? Менің конкурентім бұлар. Лайки, қанша лайк жинаған, комментарий, engagement rate деген показательді көрсетіп беріп тұр, қашан шыққан, ссылка на рилс. Мысалы қараңыз, мына автордың ең бірінші тұрған 3,35 миллион жинаған. Мен мына жердегі рилс деген сілтемені басам, сразу инстаграмға өтіп, менің жаңағы конкурентімнің рилсына өткізіп тұр. Көрдіңіздер ма? 137 мың лайк басылған екен. Мен осыған барамда просто айтам, мен осы жерден таңдаймын керекті рилстарды. Айтам, агентіме айтам, агент, енді осы рилстар таңдадым, осы бойынша маған сценарий дайындап бер деймін. И дәл сол рилс, атқан рилстар бойынша маған сценарий дайындап береді. Мен просто дәл осылай съемка жасаймын, түсірем, и дәл солай менің де рилстардың ату ықтималдылығы былайша айтқанда көбейеді. Дәл осындай агент маған былайша айтқанда конкуренттеріме анализ жасап беріп отыр. Келесі нәрсені көрсеткім келіп тұр, бұл менде Хомер, яғни программист агентім. Қараңыздар, не дайындап берді. Мен одан сұрадым. AirPods, яғни құлақ қап бар ғой, наушник. Сол бойынша маған 3 блоктан тұратын сайт дайындап берді. Просто айта салғам. Қараңыздар, осындай сайт дайындап берді. Міне, звук, который исчезает дейді. Қараңыздар, дизайнда просто бір аудиомен жасалған былайша айтқанда сайт қой. Мына жерде барлығы жазылған. AirPods 4, AirPods 2, мына жерде еще барлығы басылады. Дәл осындай сайт дайындап беріп тұр. Көрдіңіздер ма? Яғни клаудты қолдану үшін клаудқа кіріп, ноутбук қосулы болу керек деген нәрсе жоқ. Мен ноутбугымды өшіріп тастаймын, и далада жүре берсем де, мысалы жұмыстармен немесе қыдырып жүретін болсам, мен просто осы жерде голосовойды басам да, кез келген тапсырманы берем. Ол маған кез келген тапсырмамды осы жерге орындап беріп отырады. И все. Так, достар, егерде осы видеоны қарап отырып, өзіме де осындай телеграмда жұмыс жасайтын агент керек екен деген секілді бір ой келіп жатырса, мен сіздерге өзімнің Zoom разбор деген өнімімді ұсынамын. Яғни, біз бірге бір отырамыз Zoom'да 1 сағат, 1,5 сағат бойы сіздің проектіңізді және де сізді толыққанды талқылаймыз, және де сіздің күнделікті уақытыңызды алатын, энергияңызды алатын рутинный процесстердің барлығын анықтап, нақты 2-3 жұмысты табамыз, процессті, және сол жұмысты өзіне алатын агентті құрудың толыққанды қадамдарын сізге беретін боламын. Егерде сол агентті менімен құрғым келеді, менің сопровождениемді құрғым келеді, сол қадамдарды менімен бірге жасағым келеді деген секілді ой келген болса, Zoom-ның соңында сондай бір ой келетін болса, мен сізге жеке жұмысты ұсынатын боламын. Яғни бір апта көлемі болады, жеке жұмыс. Көп, 1 ай, 2 айға созылмайды. Бір аптаның ішінде сізге дәл осындай менікіндей бірнеше агенттен тұратын жүйені сізге орнататын боламыз. Сол үшін ең бірінші қадам бұл Zoom разбор. Осы видеоның астында сілтеме бар, описанияда сол сілтемеге басыңыз, дәл осы сайт ашылады. Осы жерде Zoom-ға тіркелу деген кнопканы басатын болсаңыз, дәл осындай бірнеше сұрақ бар, жауап бересіз. Келесі деген батырманы басатын болсаңыз, төлем жасау ашылады, беті 9990 теңге тұрады, символический баға, соны төлем жасайсыз. Мен сізбен жеке отырып, осы Zoom разборды өткізетін боламын. Және де, егерде дәл қазір видеоны көріп болғаннан кейін сайтты ашып тіркелетін болсаңыз, сізге бонус бар. Ол қандай бонус? Компьютеріңізде толық жұмыс жасайтын агентті құрудың мини курсы бар менде. Алғашқы агентіңізді құратын боласыз осы мини курс арқылы. Дәл осы бонусты алу үшін астында сілтеме бар, видеоның астында кіріңіз, төлем жасаңыз, 9990 теңге Zoom разборға тіркеліңіз, сізге бот автоматты түрде төлем жасалғаннан кейін осы мини курсты, агентіңізді құру бойынша мини курсты сізге жекеңізге жіберетін болады. Осы каналға тіркеліп, лайк басып, өзіңіздің ойыңызбен комментарияда бөлісіп, жалпы жасанды интеллект саласына қызығып жүрген досыңызға жіберіп қойыңыз. Келесі видеоларда кездескенше каналыма тіркеліп қойыңыз, өте пайдалы ақпараттарды осы каналға салып отыратын боламын. Сау болыңыздар.